Осы Атырау облысының басшылары жергілікті тұрғындардан көмек сұрайды. Айтуларынша аймақта ахуал ушығып, ауруханаларда дәрігерлер мен медициналық жабдықтар жетіспей жатыр. Науқастар саны күн сайын артып барады. Қосымша провизорлық стационарлар ашу жұмыстары жүріп жатыр. Алайда бұл емдеу орындарын дәрігерлермен қамтуда үлкен мәселе дейді. Сонымен қатар жасанды тыныс алу аппаратының да жетпей жатқандығын айтқан облыс әкімінің орынбасары қолдау көрсетеміз деген жомарт жандар болса, қуана қарсы алатындарын айтты. Көптеген кадр жетіспеушілігі де орын алып жатыр. Сондықтан да әрбір азамат пен азаматшаға мысалға ерік білдірем, көмек етем деген азаматшаларға біздер қуана қарсы аламыз. Және сол өкпенің жарамсыздығынан да әрине біздер облыстағы қазір 111 ИВЛ аппараты бар. 111. Бірақ оның өзі аз. Айтып отырмын ғой, мысалы қазір 200-300-ге дейін ауыр науқас жатыр. Сондықтан да ондайда аппаратпен мысалы көмектесем деген атынай жоматыр болса, онда қуана қарсы аламыз.